Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай үлкен, өте дәмді, үлпілдеп шығатын кеседе жасалатын кекстарды бірге дайындаймыз. Ешқандай да таразының қажеті жоқ. Барлығын тек стаканның көмегімен өлшеп сала бересіздер. Осылай кекстарыңыз жұп-жұмсақ, өте дәмді, былқылдап шығатын болады. Олай болса, каналдан алыстамай видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз және кейіннен үстіне қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап тұрып, массамыз ағарып екі есе болып ұлғайғанша миксерлейміз. Мінекей біздің массамыз осылай көпіріп ағару тиіс. Бірден содан соң сұйық майымыз бен айранымызды құйып, тағы бір аз ғана миксерлейміз. Бұл жерде бізде айран бөлме температурасында болуы тиісті. Енді арғатай ұнымызды мінекей електен өткізіп дайындап қойдық. Бұл жерде менде 3 стақан ұн, осыны 2 бөлікке бөліп салатын боламын. Ең алдымен жартысын салып, миксердің баяу жылдамдығында миксерлейміз. Және қалған жарты бөлігін тағы да солай салып, оны да миксерлеп шығамыз. Достар, сіздерге қажетті заттардың нақты мөлшерін сіздерге описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден кіріп қарасаңыздар болады. Неге жан-жағындағыны осылай лопатаның көмегімен жинақтап алсаңыздар болады. Және ең соңынан 1 шай қасық толтыра разрыхлителімізді саламыз. Тағы бір шамалы миксерлейміз. Осы кезде пешіңізді 180 градусқа алдын ала қыздырып қойыңыздар. Пешті 10 минут бұрын қыздырсаңыздар болады. Біздің массамыз осындай консистенцияда болуы тиісті. Енді противенімізге кеселерімізді орналастырып шығамыз. Кәдімгі күнделікті шай ішіп жүрген кеселеріңізге жасай бересіздер. Кесе ешқандай да сынбайды, ешқандай жабыспайды, уайымдамаңыздар. Мен достар, бұл жерде кесені майлауға ұмытып кетіппін. Алайда маған менің кекстерім кесеге жабыспай әдем болып пісті. Неге бетіне әсемдік ретінде орех, шоколад сепсеңіздер болады. Мен осындай капелька шоколадтарын сеуіп шықтым. 180 градуста 35 минут уақытта пісіп шығады. Кекстар кесесімен бірге өте ыстық болғандықтан мен жан-жағын осылай бірінші лопатамен кішкене босатып алдым. Мінекей ыстықтай өте жұп-жұмсақ болып шықты. Қараңыздар, қандай іші үлпілдек әдем болып шыққан, дәмі де керемет. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Және жасап жатсаңыз комментарияға маған жазып өтіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен Мөлдір.